өлең оқуы тиіс. Бірінші болып сайысты бастайтын Аязбаев Абай. Кеш жарық. Әркім әртүрлі армандайды. Мысалға, жылан домбыра тартсам деп армандайды. Түнде шатын көбелектер сауда жүрсе екен деп армандайды. Ешкі майор болсам деп армандайды. Жолбарыс Сейфуллин болсам деп армандайды. Сиыр диванға жатсам деп армандайды. Бұқа оның қасына жатсам деп армандайды. Сөйтіп екеуі болашақта армандайды. Ол жануарлар. Енді адамдар былай армандайды. Арманда жаным, арманда, армияға қыздар барғанда, дедовщинаның орнына бабовщина болғанда, қайлайлым, Мозарт таңдар атқанда, радзонда еркектер жатқанда, ішіп келіп әйелдер не тудың деп айтқанда, қайлайлым, Арманда жаным, арманда, Астанамыз Шымкент болғанда, астаналықтар Шымкентке базарда помидор сатқанда, қайлайлым. Аграркың қыздарына не пайда, ламат етіп сынбайды. Жүр қыдырып қайтайық десең, жауып қояды деп апшақты жата қалып жылайды. Қайлайлым. Сосын оған айтасың, біздің үйге жатасың. Бірінші парға таңертең, біздің үйден барасың. Киім жоқ деп жыласаң, джинсіңді мен кие барасың. Қайлайлым. Джинси мен симаса, гамаш бір бара саласың. Қайлайлым. Ал енді, қазақты жетелейме армандарға, орындала мекенау армандарда, шауғарға, құзғынғарға, қарағарға, 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көзін бірақ шықмайды, қатарласып қонса да жардан жарға. Қарға екеш, қарғалардың ынтымағын қазақтарға берсе ғой, арман бар ма? Бәрекелді, Аязбаев Абай, Қабатов Тұрсынбек. Құрметті көрермендер, бүгін әрине осындай капитандық сайысты пайдалана отырып, мен осы залда отырған студент жас жігіттер мен қыздарға өлең шумағым. Әрине не айтамыз? Біздің ата-аналарымыздың айтатын сөзі. Әке шешем аузың арақ алма дейді, шекпе шылым сабағыңнан қалма дейді. Ішпеймін деп отырсам да, браттар, братишка, маған өкпең барма дейді. Өкпем жоқ қой, братау бір саған деп, мен өзіңдей бір алқаш боламын деп, алып қой деп құйылған рөмкіні, базар жоқ деп, мен байғұс аламын деп. Осылайша рөмкілер тасталады, бөтелкелер қаңырап бос қалады, ішкеннен соң жігіттер белгілі ғой, мұңайып көңіл айту басталады. Ішкен кісі білесіңдер қырам дейді, әлі жетсін жетпесін ұрам дейді, үстіндегі киімін шешіп тастап, саспа брат сен үшін тұрам дейді. Ішпегенде боламын сөз данасы, ал ішкенде өзгерет көз қарасым. Ішпеймін деп бас тартсам сол арақтан шыма болып кететін сияқтым. Әй жігіттер, араққа құмар болмаңдар, ішіңдер жеңдер, бірақ та артын ойлаңдар. Қарадан қарап қор болмайды адам өмірде, қор болған адам арақтан қор болғандар. Келесі өлең шумағым залда тұрған әдемі қазағымыздың кейбір қарагөз қыздарына. Тырнақтары 2 метрге ұзарған, еріндері губношкімен қызарған. Осы күні мен қорқамын қыздардан, шайтан болып кетті ме деп солардан. О, қарындас қиыпсың ғой шашыңды, бұттастырып бояпсың ғой қасыңды. Шаш дегенің қыздың көркі емес пе, қорлапсың ғой Құдай берген басыңды. Шлепкасы өкшесіне жетпеген, юбкасы тізесіне жетпеген, мата деген базарда ғой толып тұр. О, қарындас сізге қалай жетпеген. Біреулеріміз осыны дұрыс деп ойлайтын шығармыз, біреулеріміз бұрыс деп ойлайтын шығармыз. Әрине 20-30 жылдан кейін еліміздің туын ұстайтын біздер. Ойланайық, армандауға болмай ма? Кезекте көстемесінің кірген командасының капитаны Сәдуақасов Азамат. Мен жалпы Мұхтар Шаханов ағама ұқсап өлең жаздым. Әр осы жерде сахнада және де жюриде отырған адамдарға.
Мысал үшін Тұрсынбектен бастайтын болсақ. Тұрсынбек, атың сенің затыңа сай. Затың болса тек сенің атыңа сай. Сағынада жүргеніңе 6 жыл болды. Дәл 3 жыл Түрсеге қоя салсай. Айналайын абай, жағдайың қалай? Саған ғана ризамын, әкел қолда, давай. Ой, Сейтжан, қасың қандай, бойың қандай? Тұрсың-ау қыз секілді боянғандай. Қыздарды бір көзбен ақ сындырасың, дәу әдемі қап-қара бұқа сияқты. Ағам менің жанатым, қолдап жүрер қанатым. Жаныстың біз ұрпағымыз, осындайда жанатын. Көппен көрген ұлы той, соны братан ойлап қой. Астананың бір бұрышын тіреп тұр, Бағдат ағам кәдімгідей бір той. Нұрлан ағам отыр міне томпиып. Мен де сізге ұқсап келем қоңқиып. Бетейде КВН'ді шулаттыңыз, красавчик. Сол үшін құрметпенен бас емін еңкейіп. Ерлан ағам бәйтерек, мен сияқты майтерек. Сіз қыздардың армансыз, бұдан басқа не керек? Нұржан деген тағыда бір ағам отыр. Сұлу қыздар саштарыңызды тарап отыр. Өзіңізді өмір бойы сыйлап өтем. Себебі өзіңізден айнымайтын атам бар. Екен ағам жақсы, әңгелектей басы. Жас балаша ойнайды, қаншеде екен жасы. 20 жасқа ұқсатпаймыз, 30 жасты қимаймыз. 40 жасқа келгенде президент қып сайлаймыз. Есен ағама соңғы айтарым. Таң атады, түс келеді, кеш батады. Дүние жаңарумен өзгеруде. Болашақтан жас талант. Орынды босат деп тұр. Естідің бе? Бәрекелді, және капитандар